Assalamu alaikum, barchаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін өте дәмді, тойымды, ерекше ұйғыр тағамы гөшнен дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын илетін боламыз. Ұнымызға құрғақ ашытқы салып, кейін жылы суға тұз салып, 1,5 стакандай су кетеді, жақсылап қамыр илейміз. Иленген қамырымызды 15-20 минуттай тындырып аламыз. Салмасына майлы ет және пиязымызды өте ұсақтап, жақсылап тураймыз. Тұз бұрышты дәміне қарай салып, араластырып аламыз. Тынған қамырларды теңдетіп бөлеміз. Алты гөшнен жасау үшін бізге 12 қамыр қажет болады. Барлығын тағы бір рет илеп тындырып аламыз. Кейін жұқа етіп барлығын жаямыз. Жайылған қамырларға 3-4 қасықтан салмасын салып, шет-шеттерін ғана түйетінде қалдырамыз. Үстіне екінші қамырымызды қойып, басып, жақсылап шет-шеттерін түйіп шығамыз. Барлық қамырларды жайып, салмасын салып, кейін шүберек маталарға қойып, майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Майды көп құймау керек, өйткені шығып кетуі мүмкін. Сондықтан орташа мөлшерде құйып, екі шетін жақсылап қуырып аламыз, қызартып. Барлығын майға қуырып алғаннан кейін мантаваркамызда 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің гөшнанымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі ерлердің сүйікті тағамы десек те болады. Тойымды тағам. Сондықтан бәріңіз жасап көруге кеңес берем бәріңізге. Және ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.